Қайырлы кеш, амансыздар ма? Көктемнің алғашқы күні құтты болсын. Бәріңізге алғыс айтам. Бар болғандарыңызға, өзгерісті қабылдап жатқандарыңызға, эфирді түсініп жатқандарыңызға, сіздерге алғысым шексіз. Жақсы, кіретін адамдар шетінен кіре берер. Уақытты жоғалтпай, эфирді бастайық. Қысқасы, қазір үлкен өзгерістер болып жатыр. Комментарийді өшіре тұрайын, сұрақтарыңыз болса, астындағы мына сұрақ белгісіне сұрақ қойсаңыздар болады. Соңғы жағында жауап береміз. Қазір өзгерістер өте қатты қарқынмен болып жатыр, жылдам әрі тез. Бұған дейін бізді теориялық қырынан дайындап келді, оқитын кітаптарды оқытты. Жалпы қандай өзгерістер болып жатыр, қандай өзгерістер болады, бұған дейін бізді соған дайындаған болатын. Қазір сіздер дайын болған кезде әр келетін адамды шетінен әкеліп, былайша айтқанда бір адамның өмірі бір тағдыр кітабы болуда. Хроники Акаши, яғни тағдыр кітабы дейміз біз қазақша. Бір адамның бір циклдағы өмірінің барлығы сол жерде жазылған. Әзірге бізге келіп жатқан жандар, олар кәрі рухтар. Кәрі рухтар дегеніміз жерге өте көп рет келген, барлық воплощениясы келген, 8.000-нан 10.000-ға дейін. Яғни ол эволюция сатысымен минералдан бастап қазіргі адам болғанға дейін общий воплощениясы. Ал адам болып келген жердегі воплощениясы 3.000-нан 5.000-ға дейінгі адамдар келуде. Әу баста айтылды, ол кәрі рухтар, яғни абыз рухтар бірінші көшті бастайды. Ескі дәуірде де олар көш бастаған, қазірде өзгерісті бірінші қабылдап, түсініп, жаңа дәуірге жаңа жарық энергиясын әкелуші көшбасшылар ретінде бірінші келіп жатыр. Және сол бір циклдық мынандай тағдыр кітабы жабылып, қолдарына көрсетіп жатыр. Яғни сол 5.000, 4.000 жылдық воплощениясында жерге келген қандай өзгерістер болды және қандай сұрақтары бар, сол сұрақтарының барлығына жауап берілуде. Ғаламда жауабы жоқ, жалпы сұрақ жоқ екен, мен соны түсіндім. Барлық сұрақтың жауабы бар. Және 2024-2025 жылдар карма жылы деп жатыр ғой, енді эзотериктер айтып жатыр оны. Дінде махшар сәті дейді. Яғни осы жерге келген 3.000, 5.000 біздің өмірімізде біз тағдыр кітабымызды немен толтырдық, не істедік, және жабылмай қалған сабақтар бар ма? Алу керек қандай сабақтар бар, соны анық көрсетуде. Бұған дейін тағдыр кітабы бізге жабық болды, құпия болды, көруге болмайтын болды. Және де жоғарғы бейнелі әлем, яғни о дүние дейік, нәзік әлем дейік, оның есігі жабық болды, қазір толықтай ашылды. 1-2 жылдың көлемінде оны барлығыңыз сездіңіздер. Бейсаналы түрде бәлкім сезбей жатқандар бар, бірақ 2 жылдың төңірегінде сіздер бір түсініксіз сезімді бастан өткеріп жүрсіздер. Как будто сіз емес, басқа бір сезімдер қосылуда. Бұрын жақсы көрген жаныңыздағы адамды қабылдай алмай қалдыңыз. Бұрын жақсы араласып жүрген адамдармен араласа алмай қалдыңыз. Жалпы бұрын ұнататын нәрсені ұнатпай қалдыңыз. Өзіңіздің бойыңызда да түсініксіз бір құбылыстар болып жатыр. Денсаулығыңызда да түсініксіз нәрселер болып жатыр. Және мына көкейде қандай да бір алаң тұрады. Әркімде әрқалай.
әркімнің тағдыр кітабы әртүрлі, тағдыры әртүрлі, соған сай түрлі сіздер құбылыстарды, түрлі сезімдерді сезініп жатсыздар. Жайлап ойланып таразыға салып көрсеңіз болады. Бұған дейін біз барлығын зерттедік, барлығын білдік, бірақ өзімізді ең соңғы орынға қойдық. Ескі дәуірдің өзінің қағидаты сондай болатын: сен бәріне міндеттісің, бәріне көмектес, туған туыс, бауырларың, айналаң бәріне көмектес, бәрінің тағдырына аралас деген сияқты қағидат болғанды. Енді ол болу керек болды. Біріншіден, адамның күні адаммен дейді, бірақ біз кармаға кіріп кеттік. Сол нәрсе дұрыс болсын, бұрыс болсын, енді жалпы ғаламда дұрыс-бұрыс деген нәрсе жоқ қой. Тек қана опыт бар, тек қана сабақ бар. Енді осы бір апта көлемінде сіздер сияқты келген адамдардың тағдырымен қысқаша таныстырып өтейін. Себебі адамдардың тағдырын сіз білген кезде бұған дейін оқыған теориялар түсінікті бола қалады. Және сол мозаикалар орын-орнына кигізіле қалады. Әр адамның тағдыры бізге де сабақ болып жатыр. Мәселен, Зәуре деген апай келді бізге. Ол апай 21 жыл бұрын күйеуі өмірден өтіп кеткен, соның себебін білгісі келген. Жалпы мынау қиямет қайым болған кезде адамның әр дене мүшесі, әр органы сөйлейді деп біз Құраннан оққан едік. Ол амалнамада жазылған деген. Бірақ біз түсінген жоқпыз ғой. Яғни біз өлгеннен кейін, ана дүниеге барған кезде біздің бүткіл 12 мүшеміз сөйлейді екен деп түсініп келдік. Жоқ, олай емес екен. Қазір негізінде сөйлеп жатыр. Себебі күн сайын проектке келген адамдарға сканер жасаған кезде кәдімгідей таңғалудамыз. Мысалы, жаңағы апайдың бірінші, екінші қуат көзі бар ғой, мынау жатыр тұсы. Соны ұстаған кезде бір өкініш тұрды. Ана орган прям сөйлеп тұр, қуат көзі. Не үшін өкініш деп сұрап едік? Соғыс кезін көрсетті. Бір баласы жоғалып кеткен, бір баласын концлагерьге алып кеткен, ал бір баласын көзінше атып тастаған. Сол нәрсе әлі күнге дейін мына қуат көзінде тұр. Соны бізге айқын көрсетті. Және негізгі сұрағы мына 21 жыл бұрын ерте жолдасым неге қайтыс болып кетті деген сұрақпен келді ғой. Сөйтсе, бәрібір де мынау қорқыныш тұр екен бұл кісінің бойында. Балаларымнан айырылып қалам деген қорқыныш. Сол 3 баланың біреуі қазіргі өмірде күйеуі болып келген ғой. Яғни бұған түсіндіру керек болды. Ана кездегі 3 баласын әлі күнге дейін жібере алмай тұр. Соны жіберсін деген келісіммен осы өмірде жаңа күйеуі болып келіп, ерте кетіп қалған. Яғни проживать ету керек ана нәрсені. Қазіргі күні ол қандай минус болып тұр бұл апайға? Балаларының өміріне араласа береді, және немерелері үшін қорқады. Не үшін қорқасыз десек, білмеймін дейді. Үйден шықса бір нәрсеге ұрынып қалатын сияқты дейді. Ал бірінші, екінші чакра ол бізде всегда қорқынышқа жауап береді. Яғни, өткен өмірдегі 3 баласы соғыс кезінде өліп қалды ғой, сол қорқыныш әлі күнге дейін тұр. Сол моментті ол кісі көрді, проживать етті, және кармалық энергиясын үзді. Кармалық энергиясын үзді дегеніміз, бұған дейін айттық, жан, адамның жаны, өздігінен пайда болмайды, өздігінен жоқ болып кетпейді. Манада дейді ғой. Яғни, ол жаралып тұр. Біздің өткен өміріміздің бәрі жоқ болып кетпейді. Параллель әлемде олар болып жатыр. Параллель деген ол қатар болып жатыр деген сөз. Ана өмірін ана апай әлі проживать етіп, мына жақтағы қорқынышты сигналды әкеліп тұрған сол. Қазір сөз энергия ғой. Сөзбен айтып, ол менің өткен өмірім, қазіргі өмірге қатысы жоқ, және ол өмірді алғыспен шығарып салам, кармалық энергиясын үземін деген кезде, ана өмір параллель әлемнен үзілді
белінен үзіліп тұр. Яғни балалардың өміріне араласа беру, жаңа қорқа беру, бір нәрсеге ұрынып қалады деген. Соның барлығы кетті. Одан кейін жолдасымен сөйлескісі келді. Жолдасы рухтар әлемінде жаңа дәуірде туылуға дайындалып жатқанын, ешқандай реніші жоқ екенін, жақсы әйелі болғанын бұл кісіге айтып, кәдімгідей бір жақсы сезіммен шығарып салды. Қазіргі сіздердің істеп жүрген сүйікті істеріңіз, қызметтеріңіз шын жақсы көріп істесеңіздер, мысалы біреу мұғалім болады, біреу жаңағы дәрігер болады, ол рухтар әлеміндегі қызметімен де байланысты. Апайдың рух әлеміндегі қызметі жаңағы ғалам кітапханасы бар ғой, сол жерде қызмет етеді екен. Полка-полкамен прямо әр кітапты қойып жатыр. Ал кітап деген ол сіздердің осындай өмір сүрген акашыларыңыз. Бүйтіп полка-полкамен қойып жүр. Қазір өзі де кітапханашы екен, осы қызметінің дұрыс екенін айтты. Мына үшінші қуат көзін ұстап едік. Мына үшінші қуат көз. Бір андай тағы да бір қорқыныш тұр да басқаша. Сөйтіп ұстасақ, тағы бір өткен өмірін көрсетті, ер адам екен. Былай отыр бір кафеде, бір үш қызды көздеп отыр. Үш қызды көздеп отыр. Сөйтіп қарасақ, қасында 15 жігіт бар екен. Ана үш қызды ұрламақшы, яғни ойлары жаман. Ол басқа өмірі ғой, енді еркек болған. Ақыры ол үш қызды ұрлап кетіп, қорлап жаңағы сол орманға ма бір нәрсеге тастап кетеді. Сол үш қыздың қарғысы бар екен. Бұған дейін айттық қой, қарғыстың энергиясы кетпейді. Адамдар қанмен серттеседі ғой. Бана киноларда көрсеңіздер, біз мәңгі бірге боламыз, екі дүниеде бірге боламыз, ешқашан бір-бірімізді сатпаймыз деп қанмен серттеседі ғой. Соның энергиясы тұра береді екен. Бұрынғы өмірлерде сөйтіп серттескен батырлар қазіргі күні әйелі мен күйеуі ажырамас екі дос болып келген. Тамақпен серттеседі екен, таспен серттеседі екен. Сондай нәрселерді біліп жатыр, және серттескен ана сөздің, серттің, қарғыстың энергиясы кетпейді екен. Бұл кісінің жаңағы ауыртып, тревожность беріп тұрғаны мына жерден. Сол кездегі ана үш қыздың қарғысы. Сол өмірге апарып, сол параллель әлемге апарып, бұл кісіні кәдімгі ана адамдардан, жандарынан кешірім сұраттық. Енді одан кейінгі өмірде бұл кісі инвалид болып келген, не қылған, кармасы өтелген, бірақ сонда да қарғыстың энергиясын үзу керек болды. Үзіп, былайша айтқанда, адам былай қарайып, еңкейіп келетті, кәдімгідей жарқырап, шалқайып шығады ғой. Өзінің кім екенін біліп, толық, что адам жай ғана адам емес, адам ол ғалам макрокосмос болса, ал адам өзінің микрокосмос екенін біледі. Ал мына жердегі көкейден ұстап тұрған пустота, қазір көп адамда болып жатыр, енді оны депрессиямен шатастырады, қара құрдым дейді. Сол ана галактикадағы жұтып қоятын черная дыра сияқты ғой. Көбінесе мынау өткен өмірмен, қарғыспен, сонымен қазір өте байланысты болып кетіп жатыр. Былтырдан бастап екі әлем бірікті дедік. Бұрын жер төмен болып, біздің жаңағы өтіп кеткен өмірлеріміз параллель әлем жоғары тұратын болса, Ақсарбас кітабын оқыған адам түсінеді, астралдың төменгі қабаты бар, жоғарғы қабаты бар. Жер төменгі қатты қабатында. Физикалық әлемде өмір сүрген адамдар денесін тастағаннан кейін астралдың жоғарғы қабатында отыр, олар ешқайда кетпейді деп жазған. Ал енді 2023 жылдың наурызынан бастап ровно бір жыл болыпты. Екі әлем бірікті. Екі әлем біріккен кезде уже жер планетасында бізде 8 миллиард адам емес, 800 миллиард адам өмір сүріп жатқандай, қазір энергия жердің бір жағынан көтеріп тұрғаны сол. Адамдар қазір энергияны көтер алмай, бас ауырып, құлап, ұйықтап тұра алмай жатқаны сол. Ана